Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. 57-ші сабақ. Ақиқат және жалған пікір. Бүгінгі сабақта ақиқат және жалған пікірлерді ажыратып үйренесің. Пікір дегеніміз өмірдегі заттар мен құбылыстар туралы көзқарас, пайымдау. Ол ақиқат, шындық немесе жалған, шындыққа жанаспайтын болады. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретте бейнеленген жануарларды қандай топтарға бөлуге болады? Түсіндір. Суреттегі жануарлар үй жануары және жабайы жануарлар екенін білуге болады. Балалар, енді сендерге бірнеше сөйлем оқимын. Сендер олардың ақиқат немесе жалған екенін тауып көріңдер. Суретте тек үй жануарлары бейнеленген. Ақиқат па? Жоқ, жалған екен. Суретте тек жабайы жануарлар бейнеленген. Ақиқат па, жалған ба? Жалған. Суретте жабайы және үй жануарлары бейнеленген. Дұрыс. Ақиқат. Үшінші тапсырма. Әр пікірді оқып, оның ақиқат немесе жалған екенін анықтап көрейік. Аю жабайы жануар. Ақиқат па, жалған ба? Ақиқат. Сілеусін үй жануары. Жалған. Қазақстанда кірпі тіршілік етпейді. Жалған. Сиыр сүт береді. Ақиқат. Ит үйретуге көнбейді. Жалған. Төртінші тапсырмаға назар аударамыз. Сырым ауылда тұратын достарынан үйлерінде қандай жануарлар барын сұрады. Олардың жауабын кестеге орналастырды. Кестені пайдаланып, ақиқат және жалған пікірлер құрастыр. Арманның үйінде ит, мысық, қой бар. Балалар, бұл ақиқат па, жалған ба? Ақиқат. Енді Мирастың үйінде ит, мысық, жылқы бар. Ақиқат па, жалған ба? Жалған. Дәл осындай өздеріңіз ақиқат және жалған пікірлеріне арнап кесте құрастыруға болады. Балалар, бүгінгі тапсырма сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды.